Достар, бәріңе сәлем. Бұл менің 4 мезгілде киетін аяқ киімдерім. Қазір сіздерге көрсеткім келіп отырмын. Мынау енді сланцы, оны білмеймін, бағасы бір 1000 теңге тұратын шығар, ұмытып қалдым. Мына сланцы мама бір турецке қанша бір 40 мыңға ма бір аяқ киім алды. Сол кезде мынау подаркке берілген қасына. Соны маған бере салды мама. Мынау не кірлеп тұр, енді жуу керек. Одан кейін мынаны Қытайдан заказ беріп алдырдым 2025 жылы. Мынаны 2023 жылы жазда, қателеспесем, алдым. Қытайдан тоже нанды Пиндододан алдым. Мына екеуін бір уақытта алдым, бірге, бір магазиннен. 2020-да алдым, ой деймін, ұмытып қалдым бұны. 2020-да алған сияқтымын екеуін бірге. Мынаны көбірек кидім, мынаны онша киген жоқпын. Мынау кішкене мына жері қысты да, аяғымды. Мынау почти көп киілген жоқ, ешқандай жыртылмаған. Сондай, мынау енді кішкене тозып қалды да, мынандай. Үй жаққа киіп тастауға, мынандай магазинге анда-мында шыққанға киіп тастап жүрмін. Одан кейін мына аяқ киімді мен мынау енді ескіріп жатыр. 2022-де ала салдым мен Сәтбаевтан. Сәтбаевқа бір жыл тұруға бардық, Сәтбаев қаласына. Сол кезде осыны ала салдым. Мынаны енді Алматыда біз енді тауға шығамыз, көп шығамыз, сондай кездерде бүйтіп салып киіп тастауға болады да, мысалы. Содан кейін тастауға болады. Осы көкте мына екеуін күйеуім спортмастерден әперген ғой. Бірақ мен бұларды бірыңғай осы екеуін киіп жүр. Мынау енді сеточный да, мына жер жұқа. Мынау сәл күздік та, кішкене. Көктемде де, күзде де осыларды киіп, мынаның бар екенін ұмытып кеткенмін ғой. Мыналарды тауға да киіпші. Мынаның бар екенін ұмытып кетіп, мынаны жаңа тауып алдым балконнан. Енді бұны жуу керек. Көп аяқ киімдер мынаның бәрін жуып тазалау керек. Одан кейін келесі менде қазір айтайын. Екеуін былай қояйын, орындарын. Мынаны және мынаны екеуін бірге бір уақытта заказ бердім Пиндододан. Бағаларын білмеймін, енді ол сайттан заказ бердім. Мынаны точно білем 2000 теңге или 2500 теңгеге бір магазиннен алдым. Бұны да киіп қарқ қылған жоқ, почти новый мен тұр, міне табанның өзі. Бір 2-ақ рет ғана кидім. Сосын мынаны Шымкенттен алдым. 12.000 теңге деген, бірақ скидкамен 10.000 теңгеге бердім. Мынандай тастарымен өзіне қатты ұнады, жалтыраған жақсы көрем ғой мен. Осыны алдым. Ташкенттен қайтып келе жатқан кезімізде алдым. 10.000 теңгеге. Енді біз немен кеткенмін ғой, мынаумен кеткенмін ғой Ташкентке. Қалың ғой енді мынау. Ол жақта 30 градус ыстық, күн ысып кеткен. Сонымен мынаны сол жақтан алып, сразу киіп алдым Шымкенттен. Сосын машинамен бардық қой енді біз. Жолай Шымкентке соқтық, одан бері қарай Таразға соқтық. Таразда бір магазин бар. Содан осы балетканы сатып алдым. Бұның бағасы 6000 теңге тұрады. Одан кейін менде мына екеуі бір магазиннен алынған. Мынаны 2020 жылы жазда ма алдым. Мынаны да сол уақытта жазда, 2020-ның жазында бұны бөлек алдым. Бөлек алдым болғанда мынаның да бағалары 3500 теңгеден тұрады. Өте қатты ұнайды маған осы аяқ киімім. Бірақ тақасы кішкене шпилкалауда, андай кішкене жүргенге ыңғайсыз, аяқты ауыртады енді ше. Бірақ мынау фурнитурасына қызығып алғанмын ғой, өте қатты ұнады маған. Одан кейін мынаны бұрынғы жігітім болды ғой, енді қазіргі күйеуім. Мақсат осыны айтқанмын ғой, осындай магазин, осындай адресте барып алшы, осы аяқ киімді барып алшы, 37 размерін дегенмін ғой. Сөйтіп өзі сатып алыпты, мен оған ақша жіберген жоқпын. Мен 37 размергем айтпақшы қыздар. Сол өзіме қатты ұнады. Бұны да киіп қарқ қылған жоқпын. Вообще киілмеген ғой мынау. Даже ұмытып қалғанмын ғой, нағара. Вообще киілмеген екен мынау. Нұп-нұп емен тұр. Кимеппін мынаны ешқайда әлі. Мынаны 2020 жылы алдым. 2020 жылы оқу орталығында мұғалім болып жүрген кезімде киім деп осыны арнайы сатып алғанмын. Где-то 6000 ба 7000 теңгеге ма алдым. Ұмытып қалдым бірақ нақты.
большемерка ма сондай, мынау размері 36 деп тұр, негізі мен 37 киемін. Сол мынаны негізі киіп жүрген жоқпын, уже қанша уақыт өтті, бұны сатып жіберем. Одан кейін мына жақта жаңағы бұны да бір магазиннен алдым. Мынау уже кішкене ескірді, бұны енді тастайтын шығармын, көрем. Бір рет кием ба деп ойлағанмын ғой, енді білмеймін. Кішкене ескіріп тұрған сияқты, бірақ ше, нелері, клейлері кішкене ашылған тұғын, ненің ше, жиектері клейлеп қойған. Сол, осы жаз бойы бірақ кимедім. Одан мынау босоножка, бұны Қытайдан Пиндододан заказ бердім. Бұның да бағасын білмеймін, мен сайттан бергесін доставкасы бар, несі бар, ұмытып қалдым бұның бағасын. Одан кейінгі мынау менің ең сүйікті балет босоножкам, өте қатты ұнайды, прям өзіме қатты ұнайды. Бұған 2025-те ровно 10 жыл болды, ойлаңыздаршы, 10 жыл кидім мұны аяқ киімін, іші уже мынандай несі кетіп, кішкене ескіріп жатыр, но сонда да әлі кием. Өйткені бұл аяқ киім менің қатты ұнайтын аяқ киімім. Өте әдемі, қараңдаршы. Бұл аяқ киімімді, яғни мен ұнаттым. Жаңағы бір картинкада бір қыз тұр екен да, бұлай артқа қарап тұр, осындай аяқ киім киіп алған, артында осындай тура осы стразасымен, өзі бері қарап, өзі осылай тұр да, артқы жағымен, мойны басы бері қарап тұр ше, сол қыздың. Бетіп суретке арттан қарап түскен ғой. Сонымен аяқ киімін увеличить етіп қарап, мен деген ұнатқанмын ғой, мә не деген аяқ киім деп. Сонымен ұнатып, соны бір күні оқу бітіретін болдым, колледж. Сосын қасыма бөлемді алып алдым да, Қызылордадағы базардың бәрін араладық, торговый центрлер, аяқ киім сататын қарадық бәрін. Сөйтсек, бірінші этажда мына аяқ киімді көріп кеттік, тұр екен, бағасы тұр қасында 10 000 теңге деп ше. Қымбатсындым, енді 2015-те қайда 10 000 теңге деп, өзің еще енді студент болып енді бітіріп атсың. Сонымен қымбатсындым да, жоғарыны көрейікші, ояқта да бар шығар деп барсақ, сөйтсек мынаның екінші парасы тұр ғой, сояқта ше, екіншісі тұр ғой. Сөйтіп бөлем айтады, мынау қазір саған размері екіншісін әкеп беріңізші десем, қазір әкеп бермей кетіп қалды. Сөйтсе бөлем айтады, қазір саған жаңа бірінші этаждағын әкеп береді, сол ғой, сол 10 000 теңге тұрады ғой бағасы деп сөйтті да. Сонымен білмеймін, бағасын түскен жоқ ау деймін, сол 10 000-ға алдым. Не болса да, енді осыны цветі любой немен кете береді киімдермен, қатты ұнайды осы лакированный материалы. Одан кейін мен мына аяқ киімімді нақты білем, 2019 жылы әлі тұрмысқа шыққан жоқпын ғой, енді 2019 жылы алдым, сатып алдым, скидкамен 2500 теңгеге ма алдым. 2000 теңге или 2500 теңге. Бірде-бір рет келген жоқ әлі. Вообще келген жоқ, міне. Табаны болса новыймен тұр. Қаққа келсін. Мынаған сәйкес келетін цветте киім жоқ та просто. Мен осының каблуктарды кигенді ұнатамын да, бірақ аяғымды ауыртады. Мынау Катон деген магазин бар ғой, міне. Катон деген ше, қазір көрсетем. Содан алдым бұны. Міне Катон деген. Ой, көре алмай жатырмын ғой. Көрсете алмай жатырмын ғой сіздерге. Міне Катон деген магазиннен алдым, 37 размер. Короче, менің тәтемнің бір подружкасы ма, сондай подружкасының қызы ма, сол осыны Катоннан 790 теңгеге сатып атыр екен дегесін, ертесінен барып, мега жаңа Қызылорданың Жібек жолы деген не бар да, торговый центр ғой, енді мега ғой типа, соның ішінен барып алып алдым. Бұны мен айтайын 2017 жылы алдым. Енді тақасы неудобно, енді кішкене чуть-чуть, ну енді бүйтіп былай бір киіп келуге болады, енді артында замогы бар. Мынау темірі әдемі көрінеді ше, мынандай. Сол не турасы. Осындай, сол вообще арзан бұл 790 теңгеге алынған аяқ киім. Одан кейін мына аяқ киімім менің 2025-тің февралында ма алдым. Қысты күні ғой, ұлыммен бірге шыққанбыз бір жерге. Сөйтіп жолай бір магазин инстаграмнан көретін сол магазинді. Сөйтіп жолай кетіп баратып сол магазин, ойбай мына жерде орналасқан ба не деп сол магазинге кірдім. Сөйттім да барып осыны ала салдым. Мынандай крокодиловый кожа дейді ма, не дейді, крокодиловый материал дейді ғой, сондайға ұқсайды мынандай. Осы жазда кидім, өте әдемі. Несі бағасы
3500 ақ теңге тұрады, аяққа ыңғайлы. Сол 3500-ге алдым. Ал енді келесі аяқ киім мынау да бір магазиннен алдым. Тұрмысқа шықпай тұрып, мынадай несі, не таты, замш материалы, сондай замш, қатты ұзын емес, өте әдемі, қатты биік. Енді бұны кигенде мен аяғым ауырып жүр, аяғымды ауыртады. Сол себептен бұны да сатамын деп ойлап отырмын. Осы аяқ киіміммен сосын мына қара туфлиімді сатам ба деп ойлап отырмын. Сол бұл аяқ киімді мен қателеспесем, ұмытып қалмасам, білмеймін, нақты білмеймін, 5500-ге алдым ау деймін. 5500 қателеспесем. Одан кейін мына аяқ киімімді мен Түркістаннан алдым. Осенний етік, екі етік алдым Түркістаннан. Соның біреуі енді ескірді, ол жайтабан болды, енді киіп тоздырдым. Мынау менде екіншісі. Мынаны битіп тұрған ғой, аяқ киімше. Короче, битіп тұрған ғой, мынандай сатылатын неде қойып қояды ғой енді. Соны тақасына қызықтым ғой. Золото да прямо әдемі. Мынандай қат ұнап қалды, мә деп. Соны сразу алдым. Бұның бағасы 17 мың ба сондай тұрады. Енді мен бұны 2017 жылы ма, 2017 емес, 2016 жылы сатып алдым. Түркістанға мамаймен барған кезімде. Мынау жаңағыдай бір арзан магазиннен алдым. Бұны 2000 теңгеге алдым. Ана жерде коробкасы тұр, сенбесеңдер, қазір көрсетем. Я. Міне, етік қызыл осенний деп жазып қойғанмын ғой. Міне, магазин Outlet, ботинки, міне, ой, қаға кетті. Красный, міне. Ботинки красный, 2000 теңге, міне. 37 размер. Вот, осындай әйтеуір скидка, арзан, сондай тауып алам ғой менше. Жүрген жерім сондай ғой. Көріп қалам, аяқ астынан ойламаған жерден ала салам ше, сондай. Мынаның негізі качествосы жақсы. Нау тақасы бар ғой, жүріп егіп саппын ғой мен уже. Тақ-тұқ етіп. Сол киімдермен алмастырып, мынандай осындай түсті менің кожанкам бар тұғын, кожаный курткам. Соны мен киіп жүрген едім ғой. Сосын мынау, бұны да арзан алдым. Міне, қазір айтсам бағасын шок боласыңдар. Мынаның бағасын күздік етік емес бұны не дейші еді? Күздік етік па әлде? Ботинка. Бұның бағасы 2500 теңгеге алдым. 2500 ақ теңге, осы барахолкадан, Алматыдан алдым. 2000, осы 25-тің көктемінде алдым. Базардан кетіп батып, аяқ астынан көріп қалып ала салдым. Түсі ақ болса да. Күшті ғой, зато ақ сумкамен ұстай бересің, шарфпен деген сияқты. Ал мынау менің ең қымбат аяқ киімім. Сара Милан деген магазиннен алдым. Тура бір жыл бұрын, 2024-тің сентябрінде, октябрінде ма алдым, сентябрінде ма. Қазір өзі 2025-тің октябры ғой, тура бір жыл болды. Бұны негізгі бағасы бір 75 мың теңге тұрады, бірақ мен акциямен, скидка дейма, акция дейма, не дейді өзі. Сондай мен соңғы бір штугі қалған екен. Бұның бағасы натуральный кожа мынау. Бұның бағасы ойбай, қанша қалып едім, 42 мың теңгеге алдым. 42 мың ба, 45 мың ба. Сондайға алдым, достар, в общем, мынау менің ең бағатый, ең красивый деп қойайын ба. Сондай менің етігім, мынандай жиегінде нелерімен, мынандай темірлерімен әдемі. Жалтырап тұр ғой өзі. Одан кейін мына жердегі менің нем, құдайы, мынау деген рахаттың рахаты ғой. Просто мынаны жақсылап тазалап алу керек. Нет аты, уги. Бұны мен қателеспесем 2019-да сатып алдым, қысты күні, әлі есімде менің өткені. 2019-дың ноябрінде ма сатып алдым, декабрінде ма. Сол жылы рахат қой. Тауға шыққан кезде әсіресе осыны киіп шығамын мен. Сосын мына етікті баяғыда 30 мыңның етігі, мынау негізі апорттан 30 мың теңгеге көргенмін, натуральный кожа деді. Бірақ скидкамен жазды күнді сатып алдым 10 мың теңгеге. Әлі киіп жүрмін енді, андасында бұны алмастырып киіп жүрмін.
мына етікті скидкамен айтып тұрмын ғой мен жүрген жерім скидкамен қыстық етікті бір 6000 теңгеге сатып алдым мынаны. 6000 емес 7000 теңгеге. 6990 ба сондай болды ау деймін бағасы. В общем, соны алдым. Мына қалың, кәдімгідей жақсы, осы күшті. 2024-те алдым мынаны. Мынаны айтшы, мына студент кезімнен келатқан етік қой, мына қасқа, мынаны сатам мен. Құдай бір-біріне үйлеспей жатыр ғой. Міне, жанында осындай бантигі бар. Замш материалы, цветі темно-синий. Каблук, ішінде мынандай жер, ішкі жағы мынандай платформа. Мына жағы полный замок. Полный замок міне. Бұнда жақсылап тазалап алу керек. Сол, бұнда сатам. В общем, 3 аяқ киім болды ма сатылатын. Кимей жүрген аяқ киімдерім ғой, просто мынау. Сосын мынау кимей жүргенім. Сосын қайсет бағанағы. Мынау. Ұзақ жүріп кие алмаймын да, осыны сатам. В общем, сол менің аяқ киімдеріме разбор дейма, не дейді, сондай бір нәрсені көрсеттім. Ал достар, бағасын беріп кетіңдер. Мынау залдағы паласты әдейі жинап бүктеп, бағана осы жерге жайып реттестіргенмін ғой. Парақшама тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыз достар. Всем пока!